Жамбылдың есімі дүние жүзі халықтарына кеңінен мәлім. Жамбыл есігін ашып, қолына қалам ұстап, жазу сызуды білмесе де, жастайынан домбыра тартып, жыр жаттады. Бұл кішкентайынан домбыра үйреніп, өзінің достарының арасында домбыра тартып, солай өзін көрсеткен. Ол кімнің? Аронұлы, Сүйінбай Аронұлының шәкірті болған. Қазір Несіпел апайлардың өмірбаянына тоқталып өтеді. Мен ән мен жырға кеңелтіп кеткен көршілес қырғыз еліне де даңқы жайылып үлгерген. Осы кезде мұнан әрі жал құйрығы сүзілген жүйрікті арындап, сол кездегі Айкүміс, Бақтыбай, Сары, Сарбас, Досмағамбет, Шашубай, Құланан, Құлмамбет сияқты ақындықтың жылжыған жорға, жылмиған жүйріктермен айтысқа түскен Жамбыл ұдайы шоқтығын асырып отырған. Қылдым, қайсының үйіне қадір тіліп қаңғырдым. Жаным барда кеудемде, сендерден кем болмаймын. Дүрілдетіп жер жерде өлең жырды толғаймын. Домбыраға қол соғып, иығымды қолдаймын. Тек кездесіп қалмаңдар, ыңғайын сондаймын. Жаны сергек, санасы өрелі Жамбыл өзінің шағым, жылқышы, шәбденге, сәт сайланарда, өз тепкеде, патша әмірі тарылды, зілді бұйрық сияқты өлеңдерінде елдің әлеуметтік саяси өмірін ақындық шыншылдықпен, азаматтық жауапкершілікпен бедерлейді. Жамбыл қазан Шегі өкінгені, елімнің үкіметі көп жасасын, намысты жауымызға кетірмеді. Болайық үкіметке кедей ұқты, секілді темір тірек көпірдегі. Жарқырап тұла бойды шаттық кернеп, ажарым шырайланды бетімдегі. Лауреат атағын алып, өзінің де халқының да даңқын дүниеге паш етті. Жамбыл бейнесі қазақ өнерінің барлық түрінде, барша жанрда шабытпен бедерленіп, ұлттың рухы биік ұлы тұлғасы екенін әйгіледі. 1945 жылы 22 маусымда Жамбыл дүние салды. Мысқыла ақиық қыран құс бобыш, сайра шешен домбыра, бой балқытқан үнінмен жалпы әнімді бір шайқа. Тұрмас онда көңіл шат, елімдегі жырдайта, жаудың мойны жұлдыра, сарбас шапса қылышын, жау жүрегі сындыра, жырдың салам құрышын. Бесік жыры, жастық жыры, жаңа жыл сәлемі, жеңіс сырын сайраңдар, жүр жасаған жүректер, Ленин, Ленинградтық өренім, шәкірт балаларға, октябрь толғауы, сәлем саған комсомол, сыйлық, туысқан ел, чапай, халық туысқандығы, өнердің өсуі, бесік жыры. Жамбыл мен Айкүміс, Жамбыл мен Құлмамбет, Шашубаймен айтысы, Досмағамбетмен айтысы. Дастандары Өтеген батыр, Сұраншы батыр, Көрі оғлы, Бақ дәулет, ақыл. Тәжік Грузин, орыс пенен Украин, терезесі тең жатыр. Алатау Кавказ ұласып, баурайы бақыт кен жатыр. Бақыттың әні асқақтап, құлаққа даусы кеп жатыр. Кеңес дәуірі жырларында Жамбыл қоғам өмірімен ел мүддесін жырлады. Ол байырғы ұлы жыраулардың дәстүрін қайта түнелтіп, біздің дәуірімізге жаңа сапа, соны мазмұнмен байытып жеткізді. Мемлекет басшылары мен партия көсемдеріне қарата айтқан жырларында жалпы мемлекеттік мәселелерді көтерді. Оған қылар бармалар, ішке толған зарымды кімге айтармын қылып наз. Көген көзді қозақтап, қалай қиып береміз. Көздің жасын моншақтап, көңіл шербіп білерміз. Көк жайлауды қалдырып, қайда ұшып кетерміз. Көктері сар қылып, қорлықпен қайтып өтерміз. Ромен Роллан, Мартин Андерсен Никсе, Катарина Сусанна Причард сияқты атақты суреткерлер Жамбыл поэзиясына өте жоғары баға берді. Жамбыл туралы жүздеген өлең жырлар жазылды. 20 ғасырдағы халық ақындарына Жамбылдың әсері өте зор болды. Ерлікті, елдікті дәріптеген халықтың жоғын жоқтап, әлсіздерді күштілердің зорлығынан арашалаған, әділдікті, бостандықты жыр еткен көркемде қуатты поэзиясымен Жамбыл сынды тұлғаларымыз өз ғасырында қазақ әдебиетінде көрнекті орын алады. Құрметті ақынның кешіне арналған жыр алыбы Жамбыл атты кітап көрмесімен жалғасады. Осымен әдеби кешіміз аяқталды. Уақыт бөліп тыңдағандарыңызға көп рахмет.